Сәлем, қалайсыздар? Ой, неше күн бойы влог бастаймын, әне деп жүріп. Біз әлі атамыздың үйіндеміз. Батарея бітпей. Отопление батареясы істемей қалған, жылытпай қойған ғой да. Содан әлі ремонт жасап жатыр. Бүгін бізде осылай жамыр құйып қалмайды. Сіркіреп бачыт жамыр жауып тұр. Тұман бачыт. Екі қызы сабаққа апарып тастадым да, бүкпенайымды мамаға тастап, өз үйіме кетіп барам қазір, реттейтінді реттеп. Жаңағы үйге тамақ апара жатыр, тамақ істеп. Ол үйде отопление ештеңе жоқ, суық еще. Газ ештеңе жоқ. Сонымен сөйтіп тамақ істеп алып бара жатырмын. Алла қаласа бір-екі күнде, бүгін ертең мүмкін бітіп қалар. Сосын үйімізге қайтамыз, Алла қаласа. Осындай жаңалықтар болып жатыр көшемізде. Қайырлы таң, достар. Қайырлы обед қой уже, в общем. Қыздарға тамақ дайындап жатыр. Мына жақта овощтарды етпен отдельно туштап жатыр. Мен мына жақта макарон пісіріп жатырмын. Қазір қыздар сабаққа кетеді, соған тамақ дайындап қойып жатырмын. Бізде кеше батареямыз толығымен бітті. Мына жақтың бәрін, спальный зал, кухня бүкілін бітті. Жылымай 2-3 күн бойы үй суық болып кеткен еді. Сол отопленияны жасаймын деп, қыздар сабақтарын оқи қойыңдар. Бір күнде жасаймыз деген еді, ол үлгермей қап, оказывается, біздікі батареясы бітеліп қалған ба, істелінбей қалған ба, в общем, сонымен бір аптаға созылды. Содан кешелі бері келіп, үйді жуып, шайып, реттеп, тазалайтын жерлер тазалап, сол жұмыстарды аяқтап жатырмыз. Қыздар кеп сабағын оқыды. Кеше атасының үйінде сабақ оқып үлгермей қалыпты. Қазір сабақ оқиды. Қыздар, давайте, сабақтарында оқыңдар. Ертуған отыр мына жерде. Столдың астына барады. Тастанам бәрін, кітаптарын шығар, сабақтарында оқын, сақ қоян шеге, косметиканы ішін. Ананы моншақтардың үстіне қойасыз, солай сабақ оқып отырық. Қазақ тілі дедім, тілді үмітті дедім, сосын математика дедім, соны бәрін шығарып қойыңдар. Соны оқыңдар, жерей ма? Мен сабаққа шықтық. Бүгін дала бар ғой, прям андай көктем болып тұр ғой ше. Алдында қар жауған еді ғой, сол қардың бәрі еріп. Дала плюс бүгін бізде плюс 7 мағысында көрсетіп тұр. Күшті жылы болып тұр ғой дала деген. Әдем болып тұр. Қыздардың осындай жұқа курткасын киіп алып бүгін. Зимний қатты ыстық. Естіп сабаққа кетіп барамыз. Қар еріп жатыр. Бірақ бәрібір суытады, Алла қаласа. Погоданы қарасам, где-то бір апта осылай жылы болады күшті. Сосын уже қар жауады, қайтты минус температура болады. Құлаққаманда көздеріңе қарап жүріп байқа. Солай кетіп барамыз әдемі болып. Мен ертуған ұйықтап қалғанда магнумға келдім. Қараңыздар күшті, новогодний сатырал деп қойыпты. Дракон, ат. Не? Пони ма? Белка екен ғой. Күшті заттар алып қойыпты, новогодний көп дүниелер алып қойыпты ғой. Әдемі. Күшті заттар. Күштісінен атысы күшті екен. Андай темір қалбырлар. Мындайлары бар екен. Күшті көп нәрселер бар екен. Мына жақта тоже бочалар осы адвент календарь сұрап жүргенсің. Кішкене жаңа жыл жақындасын, сосын алып беремін. Алла қаласа, күшті түрлері бар екен, еше түрі бар екен. Қараңыздар күшті, үлкердікі әдемі. Сумочкасымен. Қыздарыма кеп қалдым уже. Қазір 1-2 минутта шығады, Алла қаласа. Дала бағанағыдай емес уже. Суық болып кетті. Басыма шапка кимей шыққаныма. Өкініп қалдым кәдімгідей. Кешке жақын все-таки суық екен. Басым тоңып қалды ғой, қазір шықтым екен. Шықпапты әлі. Қазір күтейік. Ана свет. Ой, күннің түсіп тұрған қарсаңыздар күшті. Қазір шықсын. Погода күшті болып тұр осындай.
бірақ суық екен уже суып кетті. Қыздарды ал киіп, қыздардан бір сәлем. Ой, бетімнен қалдым, қолым бәртін қалдым. Қыздарды сабақтан алып келдім. Есік алдында отырмыз. Күшті ненің құстардың дауысы шығып отыр, әдемі? Әдемі құстардың дауысы шығып отыр. Қалай? Тип деп отыр екен, в общем. Әне, жүр екен ана жерде. Қайда қалды? Әне, түсірдім. Сары шымшықтар ғой. Сары шымшықтар, әдемі екен. И ана жақтан мысық отыр. Ағашты кесіп тастапты. Ол бала анау ағашты кесіп тастапты ғой. Соның үстіне мысық отырып, сары мысық. Біздің подъездің мысығы ғой. Бізде келесі подъезде екі ортада жүретін мысық қой. Шақырайын. Жоқ, шақырма. Жүр, үйге кірейікші ме? Тоң қалып қолым бәрін. Қолымдар тоң қалды кәдімгідей. Ал достар, біз осымен видеоны аяқтайық. Бізге тіркелмеген үшін тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар, достар. Келесі влог видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.